Бүгінгі видеода мен қарындасыммен тығылыспақ ойнаймын. Егерде қарындасым ұтса, оған қалаған 10 затын алып беремін. Ал егерде ұтылып қалса, онда еш нәрсе жоқ. Менде өте қызықты сұрақ пайда болды. Егерде сендер қарындасымның орнында болған болсаңдар, қандай 10 зат алушы едіңдер? Соны комментке жазып кетіңіздер. Келесі видео тез шыққан қаласаңыздар 201 мың подписчик немесе 3 мың лайк жинап тастайық. 200 мың подписчикке жеткізгенге үлкен рахмет. Енді әрі қарай менің еңбегім бағалап, каналға жазылып нағыластар деген ойдамын. И видеоны біз басайық. Йо-йо, бәріңе сәлем достар, сендер мәді тиді менерда, және де менің жанымда қарындастарым, короче. Бүгін қандай видео болатынын біліп тұрған шығарсыздар. Короче, бүгін біз далада тығылатын боламыз. Сіздердің өтініштеріңіз бойынша айтарлықтай шарт керек емес. Короче, бізге алдыңғы видео сияқты мынандай көмекші көмектеспейді. Ол бізбен бірге іздейтін болады. Түсіндіңіз ба? Иә. Екеуміз іздейміз, екеуі тығылады. Егер де оларды таба алмаған жағдайда, онда екеуіне каждыйына 10 заттан алып беретін боламын. Қуанып тұрсыз ба? 10 заттан ойлаңызшы, сізге 10 зат, сізге 10 зат. Сонда 20 зат алып беремін. Прям қалаған любой заттарын сұраңыздар, любой 10 заттарыңызды алып беретін болды. Ал егерде алсам сізді либо сізді, онда 10 заттарыңызды айырылатын боласыздар. Полный. Түсіндіңіздер ғой, да? И короче, біз қазір видеоны бастайтын боламыз. Сіздер болсаңыздар лайк басып каналға жазылып отырыңыздар. И кеттік, біз бастаймыз. Короче, біз енді залорды жауып, көшеде тұратын боламыз. И бұларға бір 10 минуттай уақыт береміз, что қайда тығылуға. В общем, анандай нағылып ше, в общем, түсініңіздер. И все, енді точно кеттік. Қарындастарым тығылып болған сияқты, енді біз оларды іздеуге кірісетін боламыз. Олар қаяқта болуы мүмкін. Но не знаю, қаяқта болуы мүмкін екен, но где-то ана аяқтарда болады деп ойлаймын. Бірақ та олай ойлаудың қажеті жоқ. Бірінші біз сол жақтан до конца бәр жерді тексеріп шыққанымыз дұрыс болар. Так, мына жерде мына бұрышта отырушы еді, бірақ ол жақта ешкім жоқ. Так, давайте мына жаққа барып көрейік. Ага, мына жақта, ё-мое, мына жақ болады. Так, мына жақта ешкім жоқ. Так, мына үйдің арт жағында болу керек, по идее. Андай ағаштар жатыр екен. Опа, что-то ешкім жоқ. Так, мына жақтан жүрсек опасно, потому что аяққа шеге кіріп кетеді. Көптеген шегелер бар, ана жерде ағаштан анандай қадалып қалған ше. Так что ар жақтан айланып келіп көрсек болады ол жақта. И енді біз бірінші мына аяқтардағы жер, мына аяқ бар ғой, осы аяқтарды бүйтіп қарап көрейік. Мына контейнердің астын қарау керек еще. Мына астын қарап көрейік. Ема. Так, что-то ешкім жоқ астында. Ой, бисмилля. Так. Мына контейнердің ішіне тығылмайды, по-любому қорқады олардың ішінде. Өрмекші анамалар жүреді. Так, мына аяқта жоқ, ана аяқта жоқ. Мына аяқта жоқ. Так, қаяқта болу мүмкін. Мына астынан жоқ, кірмейді. Мына вообще құлыптаулы. Контейнердің вообще ашылған дауысын естіген жоқ. Так, мынандай шөптің арасына кірмейді олар по-любому. И мына жақтан былай келгенде бізге достар бірінші болып кім көзге түседі? Кім түсті көзге? Біз аянан табатын боламыз. Хотя аянан таппай қойсақ та бола ма деген ой келіп тұр. Елана бергенші. Аянан айтып беріңізші. Айтып бермейсіз ба маған? Точно? Мен сізге 10 заттың қанша? 5 затын беремін. Айтсаңызшы. Ойлаңыз. Аян оқыт кетсе 10 зат алады да, соның 5-ін бәрібір саған береді. Хотя 5-ін емес, 2-шеуін береді ол. Ал сіз ошы 5 зат аласыз. Айтасыз ба, айтпайсыз ба? Айтпайсыз? Точно? Мықты. Что-то. Осы кезде мен өте сенімді болып тұрдым. Ол аянаны тауып бере салады деп. Өйткені өзі ұтылып қалды ғой. И оның да ұтылған қаламайды деген сияқтандай бір жібермеуші еді ғой, андай күрәмаушылық болушы еді, типа сондай оянады да ұстап береді деп ойладым. Бірақ өкінішке орай ол қарындасын, хотя қарындасы емес сіңілісін сатпады, өкінішке орай. И ары қарай маған іздеуге тура келді. Бүгін арт жағын көреміз, потом бір мынаяқтарды дұрыстап отырып тексеріп шығу керек. Блин, тауасам екен, потому что ана қарындасым соңғы кезде көп нәрселер сұрап жүрді, андай сұраса уже көп шығын кетеді да қалтаға. Так, мына жақты былай құлап тастаған екен. Мына жақта болуы мүмкін ба? Жоқ сияқты. Мына жақта ары қарай бара алмайды, потому что сөздер айттым бағана. Темір көп дедім, ағаштар, ой, шегелер дегендей аяғына кіріп кетуі мүмкін. Так что енді бізде бір ғана вариант. Ол либо үйге кіріп кетуі мүмкін, либо білмеймін. Меніңше үйде сияқты. Қазір көреміз. Так, мына жақтарда
Вот это поворот! Сәлем. Тығылатын жерлеріңіз күшті екен, е? Мынаның ішіне кіре саласың, ана жерге отыра саласың. Мен не? Сендерге ақымақпын ба? А? Ақымақпын ба мен сіздерге? Ақымақпын ба? Еще мен мынаған 5 сат ұсындым, бұл сатпай қойды. Ей, все болды. 10 заттан екеуі де айырылды. Жылап отырған яқты. Екеуіңізге де зат жоқ, 10 зат жоқ ешқайсысы. Түсініңіздер ғой, да? И все. Түрлерін қараңыздар. Настроениесі кетіп қалған. Енді қорытындыға келетін болсақ, осылай болды. Мен екеуін де тауып алдым. Мен оларға айтқан болатын. Мықты жерге тығылыңдар. Мен сендерге 10 заттан 20 зат алып беретін боламын деп. Олар смело өзіміз тығыла береміз. Мынау деген мен айттым, типа, может, мамаларыңа айтып көріңдер. Жақсы тығылатын жер, может, айтып қалу мүмкін деп. Олар жоқ, өзіміз тығыламыз, мынау деді. И все, өздеріңіз көріп отырсыздар. Тупо қораптың ішіне отырған, и бұрышқа отыра салған, и солай бүкіл заттан айырылды, и ешқандай постановой емес. Так что өздерің кінәсі, бәрі честно, бәрі дұрыс болды деп ойлаймын. Сіздерде де солай ойлайсыздар деп ойлаймын. Енді бұйырса алдағы уақытта тағы да көптеген видео шыққан қалсаңыздар, лайк басып каналға жазылып кетіңіздер, и осы жерден видео аяқталатын болады. Енді біраз қысқа болып қалды, конечно, видео, но все равно болды. Видео осылай болды, мен ұзақ болады деп ойлағам, типа ұзақ қызықты болады деп. И болды, короче, осы жерден видео аяқталатын болады. Сіздермен болған мен Ерда. Келесі видеода кездескенше барлығыңызға давайте.